Құрметті балалар, мен сендерге Абайдың Крыловтан отырған шегіртке мен құмырсқа мысалын оқып берейін. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып гүл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күнгі жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті кей. Жылыз жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмады, қар көрінді, қыс болды. Сауықшыл сорлы бүкшейді, дымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Саламда жатып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп жығылды, аяғына бас ұрап. Қарағым, жылыт, тамақ бер, жаз шыққанша асыра. Мұның жанын сөз емес, жаз өтерін білмеп пен? Жаның үшін еш шаруа, ала жаздай қылмап пен? Мен өзіңдей шаруашыл, жұмсақ үйлеме, көгалды қуып ән салып, өлеңе қолым тиді мен. Қайтсын қолы тимепті, өлеңші әнші есілер. Ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер. Абай Құнанбайұлы. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге ашық бол, адам болам десеңіз. Өмірдің алдында оған қайғы жесеңіз, өсек өттік мақтаншақ, еншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Талап еңбеккері ғой, қанағат уақым ойлақпай 5 арсын көрсеңіз, жамандық көрсеңіз ақылатла, сұмдық көңіл күйіңіз. Жақсылық көрсеңіз ебіратып, оны ойға жесіңіз, қауым болмайына балалық дейсіңіз, болмасан да ұсақпақ бір қамды көрсеңіз. Қойды мал да өз, ғылымға көмек берсеңіз, білгендердің сөзіне махаббат менесіңіз. Ақыл сенбесен деместі, іске кез келсеңіз, ақсақал айтты, бай етті, кім болса мейлі сол айтты, ақыл мені жеңсеңіз. Адамдарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз, аят хадис емес қой, күпір болдым демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соғыр мұқал танмас тірі жанды, үсті басы ақ қара түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды.